Армысыз оқырман, эфирде жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының апта жаңалықтары. Сіздермен бірге мен Бөлтірік Назым, алдымен аңдатпа. Жылдың 23 қаңтар күні жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының Алатау клубының ұйымдастыруымен өткізілген ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға арналған арқалық арнайы мектеп-интернаты оқушылар мен спорттық альпинизм бойынша мастер-класс өткізілді. Іс-шараның мақсаты оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру және олардың спортқа деген қызығушылықтарын арттыру. Оқушыларға мастер-классқа қатысқаны үшін арнайы сертификаттар табысталды. Күні жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығында ізденген жетер мұратқа тақырыбында қалалық жайдарман ойындарының 1-4 финалдық сайыстары өтті. Сайыс кезеңі: бірінші сәлемдесу, екінші бес жаңалық. Ойынға қала мектептерден 5 команда қатысты. Ұлдар емес Кикі Батыр атындағы номері 4-ші жалпы білім беретін мектебінің командасы, екінші Кикі ұрпақтары Кикі Батыр атындағы номері 4-ші жалпы білім беретін мектебінің командасы, үшінші бес бармақ еркін команда, төртінші фаворит жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының командасы, ал бесінші Қызыл Қозы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-гимназия командасы. Ойын қорытындысы бойынша барлық қатысқан команда 1-2 финалдық ойынға жолдама алды. Әртістік шеберлігімен көзге түскен екі ойыншы сайыстың үздік ойыншысы номинациясын жеңіп алды. Олар Есқали Жасмин, ұлдар емес Кикі Батыр атындағы номері 4-ші жалпы білім беретін мектебінің командасының ойыншысы, екінші Мақсытбек Ерназар Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-гимназиясының Қызыл Қозы командасының ойыншысы. Барлық адамға бүгін бір тағы қуанып қайт, көзің күлсін, күтіп жүрсің, сағынып бұл кешті, әзілмен күлкің бітпесін шіркін бұл жалғанда. Қане досым, тілегім бірге болсын, әзіл әнмен ортамыз толсын, шаттан самға жаз өмір жайдарманда көңілді шоу барлық адамға. Бүгін сен де мен де өнер
тек достық жеңімпаз. Қостанай облысы Арқалық қаласы білім бөлімінің Жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығында Жас ұлан ұйымының ұйымдастыруымен 24 қаңтар күні ұланымыз ұлы елдің қалалық патриоттық әндер байқауы өткізілді. Байқауда қала және ауыл мектептерінен барлығы 29 бала бақ сынасты. Нәтижесінде 1 мен 4 сыныптар бойынша бас жүлдені Ахмет Байтұрсынов атындағы мектеп гимназиясының оқушысы Тұрғын Әлихан жеңіп алса, 5 пен 8 сыныптар бойынша Сейітжан Жаннұр Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназиясының оқушысы иеленген болатын. Сонымен қатар облыстық, республикалық байқаулардың жеңімпаздары Таубалды Нұржайна мен Баймұрат Кәусар өзара бақ сынасып, керемет дауыс иесі екендерін тағы бір мәрте дәлелдеді. Қалған оқушылар белсене қатысқаны үшін марапатталды. Барлық жеңімпаз оқушыларды жеңісімен құттықтаймыз. Бүгінге жаңалықтар осымен тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.